6 сынып оқушылары, бүгін сіздермен 796 және 797 есептерді бірге талқылайтын боламыз. 96-да бірінші жиектегі бүлдірген тіптерінің саны екінші жиектегі бүлдірген тіптерінің санынан 2,5 есе артық дейді. Яғни 2,5 х деп жазып алайық. Бірінші жиектегі жиектен 12 түп бүлдіргенді алып, екінші 12 түп бүлдіргенді алып, бірінші жиектен алып жатырмыз, минус екінші жиекке отырғызғанда, екінші жиегіміз х болса, осыған отырғызғанда, онда плюс 12 болады. Отырғызғанда, екі жиектегі бүлдірген тіптерінің саны бірдей болды. Бірдей деген ол ортаға теңдік белгісін қою деген сөз. Алғашқы екінші жиектегі тіп неше түп бүлдірген болды дейді. Яғни мұна х-та ғана сұрап отыр бізден. Онда бұл бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Х-терді бір жаққа жинақтаймыз. 2,5 х минус х тең 12, ал бос мүше, яғни сандарды теңдіктің екінші жағына жинақтаймыз. 2,5 х-тен х-ті азайтқанда 1,5 х болады. Тең 12 қосқанда әрине 24 болады. Сонда осы жері 24-ті 1,5-ге бөліп жіберетін болсақ, 16 болады. Екінші жиекте 16 түп бүлдірген болған екен. 97-ші есепте алғашқы екі кітап сөресіне кітаптар саны бірдей болды дейді. Алғашында екі жақта да бірдей болған екен. 18 кітапты бірінші сөреден алып, яғни ол бізде х минус 18. Екінші сөреге қойғанда, х минус 18 жазып алайын. Екінші сөреге қойғанда, ол уже бізде екінші сөре х плюс 18 болады. Ондағы кітап саны бірдей, ондағы кітап саны бірінші сөредегі кітап санынан мынадан 3 есе артық болды. Демек, сонда бастапқыда мынау бірінші сөреміз, одан 3 есе артық болған ғой. 18 кітапты алып қойғаннан кейін уже бізде 3 есе артық болды бірінші сөредегі кітап санынан. Алғашқы кітап сөресінің әрқайсысы неше кітаптан болды дейді. Бұл жерде теңдеу ұрға болады, әртүрлі жолмен теңдіктің екі жағын теңестіру мақсатымен де, немесе жай ғана кәдімгі біздің шығарып жүрген теңдікпен. Теңестіріп шығарайық. 3 есе артық болды, ол жаңағы х минус 18. Тең деймін х плюс 18. Енді жақшаны ашамын. Сонда 3х 18-ге 54. 3-ті көбейткенде минус 54. Минус 54 тең х плюс 18 болды. Енді істеймін, ұқсас мүшелерді біріктіремін. Мұна х теңдікті оң жағына өткізіп жіберемін. Сонда 3х минус х тең 18 плюс 54 болып өтеді. Енді есептеймін. 3х-тен х-ті алғанда 2х болады. Екеуінің қосындысы 72 болады. Енді х-ті табуым керек. 72-ні 2-ге бөліп жібергенде 36 жауап шықты.